Армысыздар, ассалаумағалейкум. Бүгін мынау Тереңкөлден Павлодарға қарай бара жатыр едім. Сол бара жатқан жолда көрсетіп кетейін деп ауылдарды. Ауылдар енді қатты көріне бермейді, өйткені Павлодардың ауылдарының барлығы үлкен жолдан бір 2-3 километр жерде орналасқан. Бір-екі ғана ауыл бар, жолдың жағасында орналасқан. Сондықтан шығар ауылдар кішкене дамымай жатқан деп ойлап қоямын өзімде. Енді менен кеше сұраған еді, қалай болады, документтері қандай болады деген сияқты. Мен енді сол 8 жыл болып дедім ғой, осы жақта 8 жылдық өзімнің минустарымды және плюстарымды айтып кетсем ба деп отырмын осы видеода. Енді менде ең бірінші қателік, бұл жаққа келдім мен. Мен алдын білетін боларсыздар, мұғаліммін. Оңтүстікте сағат саны аз болды, сондықтан осы жақта сағат маған көп берді, көп төлейміз деді, сағат көп береміз деді. Сондықтан мен бірден күздің уақытында кетіп қалдым. Бұл жаққа қараша айында келдім. Жаққа кәдімгі қыс болып жатқан кезде келдім. Ол қателіктің біріне жатады деп ойлаймын, өйткені бұл жаққа жаздың уақытында кәдімгі бір жылы кезде келген дұрыс шығар деп ойлаймын. Қамданасың, қысқа қамданасың. Мал алам десең, малыңды аласың күзге таман. Шөбіңді аласың деген сияқты. Жалпы бұл жаққа қысқа жақсылап қамдану керек. Отын, суыңды барлығын, көміріңді барлығын алып алу керек. Алдын ала дайындап алу керек. Ол бірінші қателік деп ойлаймын. Екінші қателік, мен бұл жаққа жаңағыдай екі ойлап келдім. Екі ойлап келгеннен кейін үй мәселесін кішкене шетке сыра тұрып, үйді бірден алмадым. Квартирада тұрдым. Сонымен 1 жыл ойландым, 2 жыл ойландым, сөйтіп жүргенде квартирада жүріп кеттім. Квартирада жүргенде сол бір екі үйде тұрдым. Сол айына төлеп тұрдым, жылына келісіп төледім. Сөйттім де, сөйтіп жүргенде 2 жыл өтіп кетті. Сонымен тағы бір 2 жылдан кейін қайтам ғой деп жүре бердім. Негізі үйді сәл жан-жағына қарап, тұруға болады ау дегеннен кейін алып алған дұрыс шығар. Мен оның үстіне жаста болған шығармын. Одан кейін мен осы жаққа келген кезде оңтүстіктен келгендердің жаңағыдай ауылына сол жаққа тұрғым келіп, сәл инфраструктурасы мықты жерге тұрғым келіп, сөйтіп ойым өзгерді. Яғни ол психологиялық тұрғыдан дұрыс болмағанның кесірі деп ойлаймын. Одан кейін үшінші қателік деп ойлаймын, мал санын кішкене көбейттім, бірақ мал санын көбейткеннен кейін оны ары қарай да көбейте бермедім. Сол малды кейін сатып жібердім, азайттым, одан кейін саттым. Бір 2 жыл ғана, 2 жыл емес, бір 3-4 жыл ғана мал ұстаған болдым. Одан кейін төртінші қателік не болды? Бір 5 жыл өткеннен кейін қайтамыз ау деген ішкі ой болды. Сол ішкі ой маза бермеді. Яғни қайтпаймын деген ішкі ойың сондай болу керек. Сол кезде сен өзіңе планыңды, яғни жоспарыңды сызып алдың ала соған жетуге тырысасың. Яғни үлкен Мұхтар Шахановтың өлеңіндегідей үлкен арман болу керек адамда дегенде, үлкен мақсат қою керек алдыңа. Менің мақсатым кішкентай болып қалды деген ойдан. Одан кейін
сол бірақ мен малды сатқан кезде не болды. Шымкенттен үй алдым, сол кезде саттым дегенде. Енді сол кезде азайды. Сол малдың кейде шөбіне қиналғандай болдым. Құрғақшылық жылдар болып қалады бұл жерде де. Сол құрғақшылық жылдарда шөп кішкене қымбаттап кеткеніне ой, мынау малды асырамау керек деген сияқты ойда болды. Негізі өзінің техникаң болса өте жақсы сияқты. Солай шөпті алғанға. Одан кейін енді мен биыл бірақ кетіп қалуым мүмкін, өйткені отбасылық жағдай сол кетуге итермелеп тұрған сияқты. Бірақ мен қалғым келеді бұл жақта. Бұл жақта мүмкіншілік көп, менің ойымша. Одан кейін енді басқалардың қателігін айтайын. Басқалардың қателігі сол жұмысты ойластырмай келген, одан кейін келгеннен кейін мақсаты жоқ болып, мен бұндай жерде тұра алмаймын, мен бір қалада өмір бойы ата бабасынан қалада тұрған адамдар сияқты солай қалада тұрмын керек, от жаға алмаймын дегендер болды. Енді үйрен де жирен дейді, бәрін үйреніп алуға болады. Мен де өзім өмірімде мал асырамаған, 7-ші сыныбынан бастап қалада оқыған, сондай болдым. Келіп енді істедім. Енді мына ауыл, осы ауыл, жолдың жағасында Достық деген ауыл, бір Павлодардан 60 километр жерде. Яғни осындай үлкен ауылдар бар. Бұл жерде негізі Павлодарға жақындаған сайын үлкен ауылдар бар. Үлкен ауылдардың видеоға қарап отырыңыздар. Ауылдарды осылай тек қана камерадан көрсетіп кетемін, өйткені міне малдар да шығып жатыр. Енді документ жағы, ол документ жұмыспен қамтуға байланысты. Жұмыспен қамтуға келіп сұрайсыздар, осы жерде айтады, барлығын түсіндіреді, көмектің барлығын береді. Мен келген кезде сол қыс ауасында 1 телешка отынды, 2 тонна көмірімді, одан алдым 7 тонна көмір кеше берген екен. Сондай болған екен, солардың барлығын берді. Жалпы жақсы көзқараста болды. Ауылдың барлығы орыстанып кеткен, немесе орыстар болса, солардың барлығы жақсы көзқараста болды. Мына ауыл, осы үлкен ауыл, осы ауылда, сол жолдың жағасында ауылдардың бірі осы ауыл. Енді одан кейін менің атымнан осындай басқа ауылдастарым келді, оңтүстіктегі ауылдастарым келді. Осындай осы тұрған жерге барып тұрайық деген. Мен айттым оларға, басқа жерді көріңіздер, мен сіздерді келіңіздер деп бірден шақырмаймын, осы өзім ауылыма басқа жерді көріңіздер деген едім. Жоқ, сенің ауылыңа барамыз. Енді көпшіліктен естіген болар, осындай көшіп кетті, содан кейін жақсы болып кетті деген сияқты. Енді содан кейін солай барамыз деген шығар. Енді келіп кетіп жатқандар да болды. Енді әркімнің көзқарасы әртүрлі. Тіпті масаға шыдай алмай қайтып кеткендер де болды. Яғни масаға аллергиясы бар екен, сондай сөйтіп қайтып кеткендер болды. Табиғат ұнамады деген сияқты, 40 желеу дей ма, 40 сылтаумен солай қайтып кетті. Қуғанға 1 жол, қашқанға 1000 жол деген сияқты. Қанша түрлі психологиялық тұрғыдан нең болмаса, өзіңнің жоспарың барлығы болмаса, психологиялық тұрғыдан өзің сөйтіп түрлі желеулерді сала бересің.
Сондай жалпы осы ертістің бойындағы ауылдар картошка егумен, сәбіз егумен айналысады. Енді мынау ерте көктем болғандықтан бұл жерде көрініп тұрған жоқ, әлі қимылдаған жоқ та. Міне баздар бар, осылай үлкен складтар бар. Жалпы сондай. Енді жақсы жағы бұл жерде жұмыс орны, қосымша мүмкіндіктер барлығы болады. Енді сол жұмыспен қамтуға барсаңыз, барлығын айтады. Сол сол кезде сұрап алу керек барлығын. Өзіңіз келіп аралаған дұрыс, негізі аралап, жан-жақтың барлығын көріп, мен мына видеоны түсіріп отқан себебім, айтып отқан себебім, сіздерге кішкене көмек болсын деген ойдамын. Осы жерге барып көрсем қалай болады, мына жерге барып көрсем қалай болады деген кезде сіздерде бір визуализация болсын деген ойда түсіріп жатырмын. Каналды қолдап кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, қоңырауын басып қойыңыздар. Алда түсіремін әлі де, осы жақта қай жерге барамын, барлығын түсіріп отырамын. Менің ойыма бұл ой кеш келіпті. Бұндай ой ертерек келгенде көптеген видеолар түсіретін едім. Жалпы осындай несі Омскке баратын жол бұл. Омскке баратқанда Тереңкөл ауданы 100 км жерде орналасқан. Жолы тегіс. Мынау неге нет, анау платный дорога дейді ғой. Сол жол мынау. Сондай жолға қосылған Қазавтожолдың несінде қарамағына кірген жол. Яғни жөндеу көреді деген сөз. Одан кейін бұл жерге келген кезде мен алдыңғы видеоларда да бір түсіргенмін. Енді барлығын өзім жасап жатқан нәрсе емес. Теплица істегендердің барлығы менің осы жердегі туыстарымның, ағайындарымның, немесе ауылдастарымның, оңтүстіктен келген ауылдастарымның тірліктері. Барлығына еңбек етсең ерінбей, тоятығаның тіленбей деген сияқты барлығын істеуге болады. Қолыңнан аяқ қолың сау болса, екі қолың бүтін болса, істеуге болады. Кейде бір аузыма түс дей ма, қазан піс аузыма түс дегендей, тек осы жаққа келсем барлығы бола беру керек деген сияқты ойда келетін адамдар да болды. Енді ойымыз сәйкес келмейді да, енді менің ойымша сондай болды. Тек бола беру керек, жаңағыдай акимат барлығына көмектесу беру керек деген сияқты ойда келген-ау деп ойладым өзім. Тек әрекеттену керек. Мүмкіндіктер оңтүстіктен қарағанда көбірек болғандықтан сол ғана бұл жақтың артықшылығы. Мына ауыл енді, осы ауыл 20 километр Павлодардан орналасқан. Осы ауылдың үлкен ауыл өзі. Яғни Павлодарға жақындаған сайын үлкен ауылдар көбейе береді. Біздің ауылдар кішкентай ауылдар. Бұрын үлкен болған, кейін қаладан алшақ болған кейін барлығы кетіп қалған. Содан кейін кішкентай ауыл болып қалған. Қазір мысалға 500 оқушы оқитын жерде бізде 50 шақты ғана оқушы оқып жатыр. Оқитын мектепте, жерде мектепте. Сондай мектебінің барлығы алда түсіремін мектепті. Мектеп үлкен мектеп бізде де. Осы жерге де келсеңіздер болады. Яғни аралап көру керек.
бірден келе салуға болмайды. Менің де бұл кемшілігім болу керек. Мен де көп аралаған жоқпын, тек қана сол шұғыл түрде келе салдым. Осы жерде бір ағайыным айтты. Ағайынның арқасында келдім. Шүкір, адамға адам себепші дейді. Мен де осы видео арқылы себепші болуым мүмкін. Біреуге жақсылығы да жамандығы да себепші болуы мүмкін. Енді лайым жақсы болсын. Осындай бір видеоны көрген едім. Сол видео арқылы осы жерді таптым. Болмаса осыдан жағдайым жақсы болды деген сияқты ойда болсаңыздар деген ойдамын өзінде. Сондай Павлодар негізі производственный не дейді ғой, қала. Бұл жерде мұнай өңдеу зауыты бар, алюминий зауыты бар, литий зауыты бар. Жалпы Павлодар тек қана өндіріс қала. Сондықтан Павлодардың өзінде де жұмыс орны көп негізі. Енді ауыл мен қаланың айырмашылығы, бұл жерде ауылда жаңағы биылғы мемлекеттік қолдаулардың барлығын 7 миллион қолдау деген сияқты қолдаулардың барлығын ала аласыз. Қаладан ала аласыз или аламайсыз, негізі аламайсыз. Сондай мынау Павлодардың кіреберісі. Енді кіреберіс болғандықтан пригород дейді. Пригородтың барлығында осындай елді мекен болады. Мен рульде бір өзім келе жаттым, сондықтан жан жағымды бұлай анықтап түсіруге шамам келмеді. Ол жағын кешіріп қоясыздар. Келесіздер дұрыстап түсірермін тағы болып жатса. Одан кейін Павлодардың өзіме де ұнайды негізі. Павлодар кішкентай ғана қала, шағын ғана, бір 350-400 мың халқы бар қала. Барлығы зауытта жаңағы істейді, халқының жағдайы жақсы. Осындай қалада тұрғым келеді негізі, үлкен мегаполистерден көрі. Өйткені пробка өмірінің біраз жерін алып қояды. Енді амал жоқ, біз қайтып оңтүстікке ораламыз. Өйткені өзіміздің туған жеріміз, туып өскен жеріміз, қашанда ыстық. Ағайын бар деген сияқты. Әке-шешеміз бар, тума туысымыз бар. Сондай жалпы бұл жердің табиғаты жақсы. Осы көктемнен бастап күзге шейін көк әдемі болып тұрады. Қыстың күндері сол кейде қысқа шыдамаймын, қатты суыққа шыдамаймын деген сияқты ойлармен де мазалап кетеді кейде адамдарды. Сондай адамдарды қысы қатты екен деп қайтып кеткендер де болды. Түрлі жағдайлар сондай орын алды. Тағы айта жатармын келесі видеоларында қандай проблемалармен кеткендерін. Сіздер каналға тіркеліп сұрақ қойыңыздар, соған байланысты жауап беремін. Мен сіздердің ішкі ойларыңызды білмеймін, сондықтан сұраққа байланысты осылай видеоларда жауап беріп отырамын. Сау болыңыздар.